Достар, видео басында мини конкурс ойнатайын деп жатырмын. Оның призі 15 000 коин Greenvik серверінде. Оны ұту үшін достар, сіздер маған тіркелесіздер. Және видеоға міндетті түрде лайктарыңызды басасыздар. Енді үшіншісі ол спонсорға тіркелесіздер. Спонсорға тіркелмесеңіздер сіздер ұта алмауларыңыз мүмкін. Сондықтан достар тіркелеміз. Және достар ВК-ді қалдырып кетіңіздер, никтарыңызды қалдырып кетіңіздер. Мен сіздерге салатын боламын. Ал енді видеоға кетіп достар. Goes by when you just don't think about, when you just don't think about. Достар, видео басталмастан бұрын мен сіздерге Kaos деген өте кереметтей арнаны ұсынғым келеді. Себебі сіздер бұл арнадан өте кереметтей оформление және өте кереметтей сапалы годный видеоларды көре аласыздар. Арасында қиын болмаса мен сияқты осылай подписаться етіп және қасындағы қоңырауын басып қойып, одан келген видеоға лайк басып ыстық пікірлеріңізді жазып кетейік. Ал неме екінші пиарыма кеттім достар. Келесі арнам бұл Venrux. Venrux'тың шапкаласы өте әдемі. Және алдағы уақытта өте кереметтей видеолар түсіреді деп ойлаймын. Енді сіз де осы арнаны қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Шапкаласы өте әдемі, керемет стильде жасалған. Енді достар, мен видеома кеттім достар. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Онтик. Достар, енді бүгінгі видео, превьюнында атынан да көріп тұрғандарыңыздай қазақ комьюнитіне не болды. Достар, енді мен бүгін осы сұраққа өзімнің ойыммен жауап беретін болам. Достар, енді бастай берейін. Достар, енді бұрынғы кезде, олд ютуберлер болған кезде МКП мықты дамыған болатын. 2018 жылдарында МКП өте керемет болып дамыған еді. Одан кейін нота, біздің ең мықты ютуберлеріміздің бірі осы нота болды. 50 мыңдай подписчигі болып, осы қазақ МКП-сінде алғаш дамыған осы нота еді. Енді нота одан кейін керемет видеолар түсіріп жүрген кезде, оны бір, какой-то біреу оны істеп кеткен болатын. Білмеймін, взломать етіп кеткен болатын дейді. Бірақ оған нақты не істемеймін, бірақ сөйтіп айтады негізі, көбісі сөйтіп айтады. Сол, соның кесірінен нота жаңа канал ашады, ода 10 000 подписчикке жеткеннен кейін оны тастап кетеді. Тастап кеткеннен кейін ол уже МКП-де тым дамымайды, МКП-де оралмаймын деп Free Fire'ға көшіп кеткен болатын. Достар, одан кейін Shelzy сияқты ютуберлер ол да Free Fire'ға көшіп кетіп, одан кейін келді. Но достар, қазір Демфи ютубтан кетті десем де болады. Ютубтан кеткен жоқ, МКП-ден кетті деп ойлаймын. Себебі өзінің видеосында айтқан болатын. Енді достар, бұрын орыс МКП-сіне жамандап күлетін едік, енді қазір өзіміз сондай болып отырмыз. Кешіріңіз, тамағым кішкене ауырып қалдым. Достар, білмеймін. Достар, мен де уже 9 оқимын. 9 оқимын. Енді уже 9 бітіріп кетемін дегенде ғой. Енді оған да әлі уақыт бар. Енді білмеймін, мен де өзім МКП-ні дамытамын деп келген адам едім. Но достар, актив болмаса мен де ютубтан кетуім ғажап емес. Ютубтан кетуім ғажап емес. Сондықтан достар, активный болып отырайық. Енді қазақ МКП-сін дамытуға барынша үлесімді қосуға тырысам. Енді достар, білмеймін, морни ютубтан кетемін дейма, ол жағын білмеймін. Енді бұл видео негізі морни мен совместка болған, но дискордсыз сөйлесіп оттық, сондықтан айып етпеңіздер достар. Достар, өшім білмеймін, не айтарымды да білмеймін. Енді алда әлі Шалкер, Клейфи сияқты мықты ютуберлер бар, дамытып келе жатқан қазақ МКП-сін. Енді соларға кішкене болса да үміт артамыз. МКП-ні дамытуға кішкене болса үлесін қосады деп ойлаймын. Білмеймін,
мен де енді мкпны дамытуға барынша тырысам, солай короче. Енді достар, мына жерде дөрекорды дегенге ренжімеңіздер, бұл біз деген мен сотқа алғаным 2 күн болғаннан кейін морнемен түсірген болатын, сондықтан ренжімеңіздер. Білмеймін балдар. Достар, осы МБО сияқты менімен подписчигіміз бірдей балдар. Я бар, біздер енді дамытуға тырысамыз. Я. Енді достар, Falcon сияқты мықты ютуберлер болған еді. Яғни The Freaks сол сияқты мықты ютуберлер болған еді. Ол ютуберлер деп оларды атасақ та болады. Себебі олар бұрын мкпны дамытып кеткен. Тарихта, яғни Minecraft тарихында ойып тұрып орын алатын ютуберлердің бірі десем де болады. Енді достар, солар болған кезде мкп дамыған еді. Сондай болды. Қазіргі таңда енді Nitron дегендер бар еді. Nitron деген ютубер бар еді. Но ол қазір мкпге мықты, яғни ютубқа тырысып видео салмайды, оны көрінбейді, яғни. Но нормальный ютуберлер бар, қазір Изгар деген сияқты. Енді оларға респект айтқым келеді, короче. Нормальный ютуберлер, өте керемет ютуберлер. Енді достар, мкп дамуы да мүмкін, дамымауы да мүмкін деп ойлаймын. Енді білмеймін балдар, өзім де осындай видео шығарғым келді. Короче, ренжімеңіздер балдар, тамағым ауырып жүр соңғы кезде. Короче, достар, осындай видео болды. Енді достар, мкп дамысын десеңіздер, осы видеоға 102 лайк жинап тастайық. Және 105 лайктан кейін келесі видео шығатын болады. Достар, енді өзімнің ойымды айттым. Енді сіздермен болған мен Онтик. Осы келесі видеоға дейін сау болыңыздар. Осы видеоға міндетті түрде 105 лайк жинап тастайық, достар. Сіздерге сенемін. Ал достар, сау болыңыздар.